Ассалаумағалейкум оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен өте оңай хит болған салатты дайындаймыз. Ол үшін бізге шұжық, қияр, жұмыртқа, тұз, кукуруза және крахмал қажет. Алдымен шұңғыл ыдысымызға жұмыртқаларды салып, кейіннен тұз және крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей біркелкі болып, ешқандай іртіксіз болуы қажет. Массамыз дайын. Енді табаны отқа қойып, май жағып, біртіндеп құймақ ретінде пісіріп аламыз. Құймақшаларды біркелкі етіп құямыз. Екі жағы пісетіндей етіп аударып пісіреміз. Шамамен 2,5-дай құймақ шығады. Покрытиясы жоқ қарапайым таба болса, май жағып отырыңыздар. Осылай құймақ шағылдырып барлығын пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі, ешқандай қиындықсыз. Келесіде қиярды турауға кірісеміз. Алдымен дөңгелектеп кесіп аламыз видеодағыдай, кейін ұсақ соломка ретінде кесіп шығамыз. Бірден шұңғыл ыдысқа саламыз. Келесіде шұжықты, яғни колбасаны да сол әдіспен тураймыз. Шамамен екеуінің ұзындығы бірдей болса болды. Нақты бір өлшем қажет емес. Шұжығымызды да қияр салынған ыдысқа біріктіріп саламыз. Ендігі жұмыртқадан жасалған құймақтарымызды біртіндеп кесіп аламыз. Құймақшаларды шамамен біркелкі 4 бөлікке бөліп, ұзыншақ соломка ретінде тураймыз. Бұлардың өлшемі шамамен қияр мен шұжықтың размеріне, өлшеміне, яғни сәйкес келеді. Сондықтан ешқандай уайымсыз турай беріңіздер. Осылай бәрін турап болғаннан кейін консервідегі жүгеріні қосамыз. Менде бір кішкентай банкасы, сол жеткілікті. Қалауыңызша майонез немесе қаймақ қосасыз, менде майонез. Жақсылап араластырып дастарханға ұсынамыз. Қаласаңыз аскөк қосуға болады. Өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі рецепті күтіңіздер.